Ол күлімдеп тұрды. Бірақ бұл оның сахнадағы соңғы сәттері екенін білмеді. Жылдар бойы бірге өнер көрсеткен Касатка бір сәтте өзгеріп кетті. Сол күні не болды? Неге жыртқыш өзіне қамқор болған адамға шабуыл жасады? Бұл жай ғана қайғылы оқиға емес, бұл адамзатқа қойылған сұрақ. Сәлем, сіздермен Айдана. Әлемді шулатқан Джессика мен Касатка туралы айтамыз. Өзіңізді жарқыраған бассейннің шетінде тұрғанда елестетіңіз. Көрермендер толып отыр. Олардың шапалақтары аспанға жарылып жатыр. Ал Касатканың әдемі қимылдары көздің жауын алады. Күшті эмоция, бәрі керемет. Бірақ бір сәтте бәрі өзгереді. Касатканың ойнақы энергиясы кенеттен бір түнек күшке айналады. Әлі әрекет етуге үлгермей жатып, оның қуатты жақтары сізді қысып алады. Қатты қорқыныштан айқай естіліп, соқып қызыл қанға боялады. Бұл Джессика Рэдклиффтің басынан өткен сұмдық оқиға болатын. Ол касаткаларды үйретуші, теңіз жануарларына деген сүйіспеншілігімен танымал маман. Бірақ сол құмарлық ақырында тұзаққа айналды. Джессика теңіз жануарлармен жұмыс істеу үшін туғандай көрінетін. Оның әкесі кит тәрізді теңіз жануарларын зерттеумен айналысатын биолог болған. Ол бала кезінен Джессикаға мұхитқа деген махаббатты сіңірген. Тынық мұхитының жағалауында өскен қыз әкесінің дельфиндер мен киттерді зерттеу сапарларына бірге қатысып жүрді. Алғаш рет Касаткалар шоуын көргеннен кейін оның қызығушылығы тіпті арта түсті. Осы сәттен бастап Джессика Касаткаларды үйретуші болам деп өзіне мақсат қойды. 19 жасында ол стажер ретінде жұмысын бастады. 21 жасында ол керемет жетістікке жетті. Парктегі ең танымал және ірі касатканы үйрететін басты жаттықтырушы атанды. Ол касатка ұзындығы 6 метр, салмағы 12 тонна болған. Әр апта сайын мыңдаған көрермен жинайтын шоу жұлдызы еді. Джессиканың бұл жануармен байланысы ерекше болатын. Әріптестері оның тіпті кейде агрессия танытатын касаткамен де ортақ тіл таба алатынын айтып жүрді. Ойлап қараңыздар, қандай духы мықты адам болған. Алайда уақыт өте келе мазасыз белгілер пайда бола бастады. Касатка бұйрықтарды орындаудан бас тартып, бассейн қабырғаларын құйрығымен ұрып, тамақтандыру кезінде жұмысшылардың біріне шабуыл жасаған. Осыған қарамастан Джессика өзінің касаткалармен ерекше байланысы бар бұл жануарды басқара алатынына сенді. Қайғылы оқиға орын алған күні көрермендер залы толық болды. Ата-аналар мен балалар асыға күтті. Джессика өзіне сенімді жымиып сахнаға шықты. Бастапқыда бәрі тамаша өтті. Касатка трюктерді керемет орындап, халықты тәнті етті. Бірақ финалдық қойылым кезінде Джессика суға түскен сәттен бастап жағдай күрт өзгерді. Басында Касатка онымен ойнап жүргендей көрінді, бірақ бір сәтте оның мінезі күрт өзгеріп агрессияға ұласты. Бірақ мезетте ол Джессиканы тап беріп, өзінің қуатты жақтарымен оны ұстады. Көрермендер үрей мен шошумен қаттып қалды, ал су бетін біртіндеп қызыл түске бояла бастады. Жаттықтырушылар Джессиканы құтқаруға тырысты, бірақ Касатка тым күшті еді. Оның жансыз жарақаттанған денесін су бетіне шығарды, бірақ тым кеш болды. Джессика Рэдклифф өз ісіне шын берілген дарынды жаттықтырушы. 100 адамның көз алдында қаза тапты. Касаткамен 6 жыл тәжірибесі болған екен. Бұл қайғылы оқиға бүкіл әлемді шулатты. Көпшілікті бір сұрақ қана мазалады. Бұл жай ғана апат па? Джессиканың оқиғасы бұл тек трагедия туралы ғана емес, сондай-ақ Касатка секілді теңіз жаратылыстарымен жұмыс істеудің қаншалықты қауіпті екенін еске салатын хикая. Осы қайғылы жағдайдан кейін Джессика жұмыс істеген парк үлкен дау мен сынның ортасында қалды. Адамдар бұл жағдай қалайша тәжірибелі жаттықтырушының басына түсті. Джессика мен Касатканың арасында ерекше байланысы бар сияқты еді ғой деп таңғалған. Бұл жабайы жануардың табиғи инстинкті ғана ма, әлде бұның артында жасырын бір шындық бар ма? Кейін тергеу көрсеткендей, бұл Касатка қайғылы оқиғадан бірнеше ай бұрын агрессия белгілерін көрсетіп жүрген. Бір жолы ол өзге жаттықтырушыға жем беру кезінде шабуыл жасаған, бірақ бұл оқиға парк әкімшілігі тарапынан жасырынып қалған.
Джессиканың әріптестерінің айтуы бойынша, Джессика ғана бұл жануарды тыныштандыра алатын, алайда сол күні бұл өнер қолынан келмеді. Бұл касатканың тарихы паркке келмей тұрып басталған. Ол кішкентай кезінде табиғи ортадан ұсталып, өмірінің көп бөлігін тұтқында өткізген. Касаткалар әлеуметтік жануарлар, олар табиғатта топ болып өмір сүреді. Ал оқшау өмір, жалғыздық пен еркіндіктің болмауы оның психикасына кері әсерін тигізіп, стресс пен депрессияға ұшыратуы мүмкін. Кейбір мамандар касатканың дәл осы ішкі күйзелістері оның агрессиясына себеп болды дейді. Джессиканың қазасынан кейін бұл жағдай жануарларды цирк пен аквариумдарда ұстау туралы қызу пікірталастар тудырды. Парк жабылды, касатка табиғи ортаға көшірілді, бірақ бұл шешім қайғылы оқиғаның ізін өшіре алмады. Джессика мен касатканың оқиғасы тұтқындағы касаткалармен жұмыс істеудің қауіптілігінің символына айналды. Алайда бұл оқиға жалғыз емес. Бірнеше жылдан кейін Орландо қаласында тағы бір шошытатын жағдай болды. Бұл жолы саябақ қонағымен байланысты. Шілде түні парк тыныш болатын. Сол бассейндердің бірінде аса ірі касатка жүзіп жүрген. Оның салмағы 13 тонна. Ойлай беріңіздерші, 13 тонна. Осы түні парк аумағына 27 жастағы Даниэль есімді жас жігіт жасырын кіріп кеткен. Ол касаткаларды рухани жаратылыс деп санаған. Түн қараңғылығында жалғыз өзі бассейн жанына жақындап, киімін шешіп суға түседі. Бұл оның соңғы түні болды. Келесі күні таңертең оның өлі денесі бассейннен табылды. Қатты зақымданған болатын. Бұл шабуыл адамдарға касаткалардың жай ғана ойын сауық үшін арналған жануар емес, қауіпті күшті тіршілік иесі екенін тағы бір еске салады. Бұл оқиға қоғамда үлкен дау тудырды. Неліктен мұндай трагедиялар қайталана береді? Жауабы мүмкін осы жануарлардың табиғатында шығар. Касаткалар еркіндікте өмір сүруге жаратылған. Оларды тұтқында ұстау олардың табиғи болмысына қарсы әрекет. Мен ешқашан екі адамды өлтірген касаткаға жаны ашып, жылаймын деп ойламаппын. Бұл оқиға соншалықты ауыр, тіпті оған арналған деректі фильмде түсірілген. Фильмнің атауы Blackfish. Бұл касатка еркек оны Исландияда 2 жасында ұстап, Канадаға Sealand аквапаркіне өнер көрсету үшін әкелген. Ол жерде ол 2 ересек касатканың арасында болды. Күн сайын 8 рет сахнаға шыққан, ал шоу болмаса жаттығулардан босамаған. Егер касаткалар өнер көрсетпесе, оларды кішкентай тар бассейнге қамап қоятын. Әлеуметтік желілерде адамдар шулап жатыр. Түрлі комментарийлер қалдырып жатыр, пікірлер қалдырып жатыр. Кейбіреулері Джессика аман есен, бұл тек арнайы шоу үшін жасалған, трюкті интеллектпен жасалған бұл болмайтын оқиға деп айтып жатыр. Ал сіз не ойлайсыз? Касаткаларды қамауда ұстап тұру дұрыс па? Өз ойларыңызды жазып, пікір қалдырып, қолдау көрсетіп кетіңіздер.